Армысыздар, ардақта ағайын, қадірменді ұлттық өнерінің шын жанкүйерлері. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасына көкпардан жастар арасындағы ел чемпионаты. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Қадірменді ағайын, бүгін сіздер осы бәсекенің 5-ші кездесуін тамашалайтын боласыздар. Алдарыңызда оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер және Әулие-ата көкпар командасы өз өнерлерін ортаға салатын болады. Құлагер көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Мирас Орынбасар, Бейбарыс Сұлбұқар, Ербол Әбдіқалақ, Оразалы Зибаш, Әділет Мамыт, Жандос Аталықов, Бекболат Смайыл, Бауыржан Әбдіназар, Ермұхан Исабай, Асқат Әбдірахман, Ерболат Төлеген, Нұрқасым Аман. Команда жетекшісі Бақтыбай Шырынқұлов, команда жаттықтырушысы Нұржігіт Мырзабеков. Ал Әулие-ата көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Құрманбек Тұрғанбек, Ернұр Қамелхан, Дәулет Әбдіәріп, Серік Бейбітов, Шадияр Құлымбет, Серік Надыр, Айнабек Бердіқұлов, Самат Көкбосынов, Жаслан Қожақұл, Асанбай Нұрманов, Бекзат Әштаев, Нұрхат Төлебай. Команда жетекшісі Үмбет Күшікбаев, команда жаттықтырушысы Есжан Құрманбай. Ал бүгінгі бәсекеде төрелік ететін төрешілермен де таныс болыңыздар, қадірменді ағайын. Ортадағы төреші Ерлан Түсіпов, қапталдағы төрешілер Айбын Құрақбаев, Темірхан Иманғалиев және Ақтілек Сәрсенов. Осындай азаматтар бүгінгі бәсекеде төрелігін жасайтын болады, қадірменді ағайын. Ал енді айта кетуіміз керек, бұл командалар өздеріңізге мәлім ел чемпионаттарында жоғары нәтижелі өнер көрсетіп жүрген спортшылардың бірі болып табылады. Енді Құлагер көкпар командасы бұған дейінгі осы жастар арасында ұйымдастырылған ел чемпионаттарында тамаша өнермен көзге түссе, әулиеталық жігіттерде тамаша тартысты бәсекелерде осы Жамбыл облысының намысын ерекше қорғай білген. Көбіне бұл командалар финалда жолығатын. Ең қызығы жасөспірімдер арасындағы чемпионатта бұл жігіттер 5-ші кездесуде жолығып отыр, яғни 2-ші айналымда қос бірдей мықты команда бір топқа түсіп қалуының себебінен осындай кездесу ұйымдастырылып отырған жайы бар. Қазір мінекей бәсеке басталды, серке кіші шеңберге тасталынды. Шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут, 1 минуттың ішінде өте мықты тамаша өнермен көзге түсе білу керек. Енді өте керемет, жасыратын жоқ, қос бірдей адуынды көкпар командасы тамаша талай бәсекелерді топ бастаған, намысты қолдан бермеген. Қазір байқасаңыздар, Құлагер көкпар командасының шабандозы серкені бірінші болып тақымға басып алып шығарған еді. Өкінішке орай серке ойналан сыртына шығып кетті. Қазір ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылатын болады. Жекпе-жек сайысында өздеріңіз көріп тұрғандай Құрманбек Тұрғанбек және осы команданың белді шабандозы Құлагер көкпар командасынан Мирастың біз тамаша өнерін көріп отырмыз. Қай көкпаршы бірінші болып өнерімен таңғалдырар екен. Енді жекпе-жек сайысында көбіне Құрманбектің өнері өзгеше, оны жұрт жақсы білет. Көп сайыстарда аю атты арғымағымен намысты қолдан бермеген. Мінекей қазір шабуылға шығып келе жатқандығында көріп отырсыздар. Құрманбек Тұрғанбек қалай қылар екен? Әзірге қарқыны жаман емес. Қарқыны тамаша, қазандыққа айнала шауып жүр. Қазір енді командалық әріптестері көмекке келгендігін көріп отырсыздар. Байқауымша Жаслан Шадиярдың осы Құрманбектің жанынан табылып салымды болуына мүмкіндік жасауда. Қалай қылар екен? Тамаша салым. Мінекей Құрманбек Тұрғанбек есепті ашты. Айта кетуіміз керек, Құрманбек Тұрғанбек қадірменді ағайын 1997 жылы дүниеге келген, Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылы, тұлпары аю. Құрманбек үшін бұл салымды орындау аса бір қиынға түскен жоқ. Сонымен қатар Дәулет Әбдіәріп, Серік Бейбітовтың, Серік Надырдың көмегі көп болған екен. Есеп ашылғаннан кейін серке кіші шеңберге тасталынады. Бәсеке тура сол жерден жалғасын табады.
қазір шабуылға шыққан құлагерлік жігіттерді көріп отырмыз. Енді көбіне құлагер көкпар командасы осы кіші шеңберде жатқан Серкені бірінші болып іліп алып кетуге бар күш жігерлерін салып жатады. Әсіресе бұл Абылайхан Нышанбектің тамаша бір тактикасы бүгінде осы жасөспірімдер арасындағы өнер көрсетіп жүрген жігіттерге өте бір үлкен сабақ болып отырған жайы бар. Қазір байқайтын боламыз. Өте теке тірес, мықтылық бар күш жігерлерін салып жатқан жайын көріп отырсыздар. Команда мүшелері де өте мықты, керемет дайындығымен көзге түсуде. Қазір байқасаңыздар, құлагер көкпар командасын шабандозы мінекей жеке дара Қазандыққа Серкені алып келген болатын, бірақ өкінішке орай Қазандықтың тура ортасына түсіре алмады. Артынша командалық әріптесі 5-ші нөмірдегі Әділет Мамыт Серкені тақымға басып алып шыққандығын көрдік, бірақ Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Қазір ортада жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Қос бірдей команданың үздіктерінің арасындағы тартыс. Байқасаңыздар, бұл жолда енді жекпе-жек сайысында жасыратын жоқ. Жамбылдық Құрманбектің мерейі үстем болып тұр. Өте керемет. Осы аю екеуі бірдей. Осы көкпардың бір керемет озық үлгісін танытуда. Енді көкпардағы бүгінде Жамбыл облысындағы Әулиеата көкпар командасындағы бір жаңашылдық. Бұл Құрманбек Тұрғанбектің жастар арасындағы жасөспірімдер әрі ересектер арасында өнер көрсетуі. Тамаша, керемет. Мінекей салым. Осылайша есеп еселенді. Құрманбек Тұрғанбек тағы бір мәрте салымды болды. Бұл жігіттің жалпы туған жерін, жалпы туып өскен ортасын айта кетуіміз керек. Жамбыл облысы Тоғызтары ауылында дүниеге келген тұлпары аю. Екеуі өте керемет жұптасып өнер көрсетеді. Көбіне ірі сайыстарда аюдың көмегі Құрманбекке көп болып жататындығын біз айта кетуіміз керек. Тамаша, 2014 жылы осы Құрманбек Тұрғанбек аю атты тұлпарымен ұлттық спорт түрлері қауымдастығы ұйымдастырған жыл қорытындысы, яғни жылдың үздік спортшыны анықтау сайысында жалпы алтын тұғыр номинациясын иеленген болатын. Керемет. Серке кіші шеңберде. Серке кіші шеңберде. Тақымға басып алып шыққан мінекей тағы да көріп отырсыздар. 9-ші нөмірдегі әулиеталық Жаслан Қожақұл. Жаслан қалайғылар екен? Қазандыққа беттей шауып келген жағдайын көрдік. Қорғанысы өте мықты. Енді көбіне ересектер арасындағы, жастар арасындағы бәсекелерде бұл жігіттер өте тамаша қорғанысты ұйымдастыра біледі. Осы нақты нәтижесін бүгінде жасөспірімдер арасындағы сайыста да көруге болады. Бұл енді өте мықты жігіттердің дайындығын арқасында келген жетістік деп бағалауымыз керек. Қазір Серкені құлагер көкпар командасын жігіттер тақымға басып алып шықты. Құлагердің мықтылары қалайғылар екен? Өте мықты, қорғанысты дер кезінде ұйымдастыра білді, әсіресе Қазандықтың түбінде. Осының нәтижесінде қазір Серкені жұлып алып шыққандығында көріп отырсыздар. Бекболат Смайыл қазір өзі апарар мекен, әлде командалық әріптестеріне Серкені көтерткізіп жіберер мекен? Осындай тактиканы мінекей қазір тамаша қолданып кетті. Серке қазір Әділет Мамыттың тақымында. Қазандыққа жақындаған сәті. Көкпаршы Серке түспей Қазандыққа өз құлап түсіп жатқан жағдайын көріп отырсыздар.
Бұл салымды қандай деңгейде есепке алар екен? Бәсеке тура сол жерден жалғасын табады. Шымкенттік шабандоздың тақымына Серке кері қайырылды. Жігіттер енді көбіне бірін-бірі бұрыннан біледі. Әрбір бәсекеде ойындарында жүйесін байқап қалған. Сол себепті аса бір қиындық туғызбайды. Мінекей. Жалғасын тапты. Құлагер көкпар командасының шабандозы осындай сәтте қазір өзін бір асқан шеберлігін көрсетіп кетуі керек. Енді жамбылдық көкпаршы ойын ережесін бұзғандығы үшін қазір ойыннан шеттетілді. Сол себепті қазір Құлагер көкпар командасын көкпаршылардың бар мүмкіндігі бар. Тамаша. Салым. Құлагер көкпар командасына алғашқы ұпайды сыйға тартқан 5-ші нөмірдегі Әділет Мамыт қадірмен тағайын. Әділет Мамыт 1997 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында дүниеге келген. Тұлпары Бөдене. Серкек шеңберде шабандоздарға берілетін уақытты өздеріңіз көріп отырсыздар. 1 минут. 1 минуттың ішінде қазір бар күш-жігерін салып үлгеру керек жігіттер. Енді қос бірдей ауыл аралас, қой қоралас жатқан Жамбыл және оңтүстік Қазақстан облысының арасындағы тамаша тартыс. Әзірге әулиеталықтар алда келе жатыр. Негізгі жігіттердің дайындығы, жалпы шабуылға шыққандығы тамаша, өте керемет ұйымдастырып жатыр. Мінекей тағы да Құрманбекті көріп отырмыз біз. Құрманбек бұл жолда намысты қолдан бермей, бар күш-жігерін салуға әрекет етуде. Жоқ, қазір жекпе-жек сайысы әрменға тағы бір мәрте ұйымдастырылады. Бұл жерден өздеріңіз көрдіңіздер, Серке ойын алаң сыртына шығып кеткен жағдайда. Сонымен қатар ойын ережесі өреске бұзылған сәттерде жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Аюмен шабуылға шыққан Құрманбек қазір қарсыластарын барлығын алдап өтуде. Әттеген айына сәтте аттан құлап түсті. Бірақ енді қазақта жақсы сөз бар, ат жалын тосады дейді. Сол себепті қатты бір ауыр жарақат алмаған болар деп есептейміз. Бірақ енді сәлде болса аяғын ауыртып алған екен. Аттың қарқыны жаман емес. Бірақ енді қадірменді ағайын, бұл көкпар атадан балаға мирас болған ұлы өнеріміз, нағыз жігітті батырлыққа, мықтылыққа, жалпы жауынгерлік ойынға дайындайтын спорт түрінің бірі. Бәсеке жалғасады. Әзірге алда әулиеталықтар. Мінекей қазір тағы да Серкені тамаша суырып алып кеткендігін көрдіңіздер, бірақ қазандықтың тура ортасына түсіре алмады. Асығыстық жасады. Қазандықтың түбіне жақындай келіп Серкені лақтыру керек. Болмаса Серкені лақтыра алдында бір тамаша есеп болмаса, тура қазандықтың ортасына түсіру
кез келгеннің қолынан келе бермейтін шаруа. Сол себепті асқан шеберлік керек. Тамаша, қазір өздеріңіз көргендей шабуылға шыққан құлагер көкпар командасының жігіттерін көріп отырмыз. Бұл тұста енді әулиеталықтар қорғанысты күшейтуде. Биылғы жылдың тағы бір мәліметіне көз сала кетейік. Осы жастар арасындағы чемпионатта Орал қаласында өткен бәсекеде құлагер көкпар командасы биыл жеңіске жетті. Ал Әбілхан Дауылбаев атындағы республикалық турнирде осы Жамбыл облысының ересектер құрамасы жеңіске жетті. Енді көбіне ірі сайыстарда, бәсекелерде көбіне Әулиеата және құлагер көкпар командасы финалға шығып жататын, ал бүгінгі бәсекеде осы 5-ші кездесуде қос бірдей команда жолығып отыр. Қазір мінеки тағы да шабуылға шыққан сәті тағы да Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Жекпе-жек сайысы. Бұл жолы команда жетекшілері кімді шығарар екен? Байқасаңыздар, әрбір бәсекеде Құрманбек Тұрғанбек және Әділетке үлкен салмақ түсуде. Себебі жекпе-жек сайысында ұтылмау керек. Мінеки бұл жолда сол атақты аю команданың беделін арттыруға Құрманбек екеуі бірлесіп күш салуда. Қазір Құрманбекті өздеріңіз көрдіңіздер. Командалық әріптесіне Серкені көтерткізіп те үлгерді. Бұл өте керемет қадам. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Жекпе-жек сайысы. Құрманбек бүгінгі бәсекеде жасыратын жоқ. Барлық тәсілдерін тамаша жоғары деңгейде жүзеге асырып жатыр. Тек қана осы Құрманбекке шабуылға шыққан сәттерінде командалық әріптестерінің бір тамаша бір қорғаныстары жалпы қолдауы керек. Мінеки қазір қазандық түбінде қарбалас сәт. Осы сәтте барын салу керек. Құрманбекке сәл қиындық ауыр түсуде. Мінеки қазір қайта жақындаған сәті, әттеген ай. Тағы бір тамаша мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Қазір командалық әріптесін алмастырып үлгерді. Әзірге Серке әулиеталық жігіттердің тақымында. Тамаша, мол мүмкіндігі еді, әттеген ай. Бұл сәтте де Серкенің тура қазандықтың тура ортасына түсіре алмады. Қазір байқасаңыздар, құлагердің жігіттері қазір шабуылға қайта шықты. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы. Қандай тамаша мүмкіндігі еді? Әулиеталық көкпаршы 2-ші нөмірдегі Ернұр Қамелханның осындай біз керемет салымын көретін едік, егерде тамаша орындалғанда. Өкінішке орай тура ортасына түспеді. Жекпе-жек. Бейбарыс және өздеріңіз бүгінгі күні осы бәсекеде үздік өнерімен көзге түсіп отқан жігіттерді көріп отырсыздар. Нағыз осы көкпардың болашақта қыранына айналатын жекпе-жектің хас шеберлері. Осы сәттен бастап
жекпе-жекке жақсылап үйренсе, болашақта үлкен сайыстарда намысты қолдан бермейді деген үлкен сеніміміз бар. Әулиеаталық көкпаршы мінекей ойын ережесін бұзғандығы үшін 2 минутқа жалпы ойыннан аластатылды. Қаранар ойын ережесін бұзбау керек. Аттың қатты қарқынымен келіп соқпауы тиіс. Осы қағида қатаң түрде сақталынуы керек. Қадірменді ағайын, осымен ойынның бірінші кезеңінде өз мәресіне жетті. Әзірге әулиеаталықтар алда келе жатыр. Алда тағы бір 20 минуттың бар екендігін ескеретін болсақ, жігіттер тамаша өнерлерін ортаға салып, қос бірдей үздік облыстардың өкілдері нәтижелі өнер көрсетеді деген ойымыз бар. Енді сіздердің қазір назарларыңызға біз өте тамаша, тартысты көрсетіп отырмыз. Алғашқы бөлімнің ең қызықты сәттері. Қадірменді ағайын, назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты, алдарыңызда қос бірдей облыстың өте үздік деген жігіттері. Бұл енді Әулиеата және Құлагер көкпар командалар арасындағы текетірес, тек қана осы жасөспірімдер арасында емес, ересектер арасында, жалпы жастар арасында жоғары деңгейде өнер көрсетіп жүретін бұл жігіттер. Қазір байқасаңыздар, мінекей тамаша. Қазандыққа жақындаған сәт, салым. Керемет. Өте жоғары деңгейдегі салымды орындаған Құлагер көкпар командасының жігіттері, қадірменді ағайын. Осылайша Құлагер көкпар командасы Әділет Мамыт мықтылығын танытты. Өте керемет. Әулиеаталықтар қалай қылар екен? Әділет Мамыт кездесудің жалпы ойынның екінші кезеңінің алғашқы минутында, 21 минутта мінекей керемет өнерімен көзге түсті. Сергелді тақымға баса салысымен қазандыққа тамаша жеткізді. Керемет. Құлагер көкпар командасы өте асқан шеберлікпен, жалпы әдіс тәсілдерін бір пысықтап шыққандығы көрініп тұр. Ортадағы үзілісте бір тынығып алғандығы анық байқалды. Қазір мінекей әулиеаталық Құрманбек Тұрғанбектің шабуылға шыққандығын көріп отырсыздар. Тамаша. Құрманбек те мықтылық танытты, қазір есептесіледі. Құрманбек Тұрғанбек, қадірменді ағайын, өздеріңіз білесіздер, ойынның алғашқы кезеңінде 2 рет салынды болған, мінекей 3-ші салымында жеке дара қазандыққа алып жеткізді. Өте асқан шеберлік. Ал Құлагер көкпар командасынан Әділет Мамыт әзірге осындай көкпар бәсекесінде күштілігін танытып отырған жайы бар. Шеңбердегі серкені бірінші болып басқан Құлагер көкпар командасының шабандозы. Шабуылға шыққан сәті. Өте тартысты бәсеке, жасыратын жоқ. Әулиеата және
Құлагер көкпар командалар арасындағы бәсеке сонау 2000 жылдардан бері қарай осындай тартысты әрі қызықты деңгейде өтеді. Себебі көкпаршылардың осы бәсекеге жоғары деңгейде дайындалып келуінің өзі осындай бір керемет көріністі назарларыңызға ұсынуға өте үлкен мүмкіндік береді, қадірменді ағайын. Қазір мінекей тағы да теке-тіреске түскен қарбалас сәтті көріп отырмыз. Өте мықты жігіттердің дайындығы, жалпы шапшандығын өзі керемет. Әдіс тәсілдердің арқасында мінекей тағы да салынды болған Әділет. Әділет Мамыт осыменен командасына 3-ші байды сыйға тартты. Әділет Мамыт 1997 жылы дүниеге келген, оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы. Тұлпары Бөдене. Енді Бөдене мен ересектер арасында өздерін жақсы білесіздер. Темірхан Айтбаев өнер көрсетеді. Жалпы осы аға буын өкілдерін салып кеткен сара жолын тамаша басып, өнерімен өзгешеленіп жүрген жігіттерді көріп отырсыздар. Бөдене мен Темірхан Айтбаев талай бәсекелерде, жалпы Азия чемпионатында көкпардан жоғары деңгейде өнер көрсеткен. Енді мінекей соның ізбасары Әділет Мамыт бүгінде жасөспірімдер арасында сол тұлпардың көмегін керемет қолданып жатқан жайы бар. Өте қызықты, тартысты кездесу болып отыр. Қазір мінекей шабуылға қайта шыққан әулиеталықтар Серкені алмастыруда бір-біріне. Қазір Құрманбек қайта шабуылды өз бақылауын алды. Аю әбден осы командалық бәсекеге төселгендігін көрініп тұр. Аюдың Құрманбектің барлық әдістерін жасауына мүмкіндік беруде. Серкені қазандыққа жақындауына Серкемен, сонымен қатар жекпе-жек сайысында қай-қайсысын алып қарасаңызда барлығында өте бір тамаша, бір керемет тәсілдер жасауға мол мүмкіндігін беріп жатыр. Қазір міне қазандық түбіндегі өте керемет қорғанысты көріп отырсыздар. Құрманбек қандай деңгейде осы сәтте әріптестерін қорғап алып шығар екен. Керемет. Осындай сәттерде көкпаршыға және астындағы арғымағына өте үлкен күш қажет. Доданы қақ жарып алып шығу керек, әрі командалық әріптестерде көмегін дер кезінде тигізе білу керек. Сонда ғана командалық бәсекеде ойынның жүйесі құрылатын болады, қадірменді ағайын. Оңтүстік Қазақстан облысы және Жамбыл облысының арасындағы тамаша тартысты көріп отырсыздар. Қай облысының өрендері мықты өнер көрсетер екен? Әзірге өздеріңіз байқағандай, бір-бірімен тепе-тең келе жатыр. Әрбір тәсілді жоғары деңгейде орындап жатыр. Бұның өзі өте үлкен нәтиже. Осы сәтте қазір әулиеталық көкпаршыға бір көмегін көрсетіп жүретін көкпаршылар болса, әлде бұл жігіттердің салымды еселеп салуына бойында күші бар екендігін біз көріп отырмыз. Құрманбек Аюды көріп отырсыздар, қазандыққа басын созып алып, Серкені лақтырмайынша кетпейтіндей бір сынай танып тұрғандығы анық байқалады. Тамаша мінекей. Керемет. Құрманбек осылайша тағы да бір салымды қазандықтың тура ортасына түсірді. Енді жасыратын жоқ, Құрманбек Тұрғанбек биылғы жылы ұйымдастырылған бәсекелерде ең көп салымды болған көкпаршы екен. Бір ғана чемпионаттың өзінде кемі 25-30 рет салымды болады. Осындай көп салымды еленген Құрманбек
Менің ойымша биылғы жылдың басты фавориттерінің бірі өте мықты жоғары деңгейдегі спортшылардың көш басында тұрған жылдың үздігі деп айтсақ, артық айтқанымыз емес. Бүгінгі бәсекенің өзінде алғашқы минуттардан ақ 3-ші минутта шабуылды бақылауға алды. Сонымен қатар 6-ші минутта екінші салым салды. Сонымен қатар қадірменді ағайын Аюдың көмегімен 4-ші салымды 23-ші минутта орындады. Мінекей енді артынша тағы да бір салымды жоғары деңгейде орындады. Бұл енді Құрманбектің осы көкпарды жақсы меңгергендігінің арқасында. Қазір мінекей әулиеаталық 8-ші нөмірдегі Самат Көпбосыновты көріп отырмыз. Шабуылға шыққан Самат Көпбосынов атақты Ақбозатымен бұл астындағы арғымағы кезінде әулиеата көкпар командасы алғаш құрылып осы ел чемпионаттарына қатыса бастаған тұста көптеген сайыстарда өзінің бір мықтылығын көрсеткен үлгі болатын. Мінекей қазір сәл шаршап қалғанда көрініп тұр. Енді аттың жасы да біраз жасқа келген, енді 15 жастан асып кеткен тұлпар. Соған қарамастан командалық бәсекеге шығып, өнерін ортаға салып, көкпаршылардың салымды болуына мүмкіндік жасағандығы, бұл енді аттың бір тектілігінде қадірменді ағайын. Көкпарда ат шаршамау үшін ерекше бапта болатындығын барлығын жақсы білесіздер. Әсіресе жекпе-жекке шығатын тұлпардың өзі кемі қыстық шілдесі, жаздық шілдесін барлығын жоғары деңгейде қосып барып бәсекеге шығарады. Қадірменді ағайын қайта мінекей шабуылға шыққан біз Құрманбекті көріп отырмыз. Командалық әріптесіне қазір Серкені алмастырып жіберді. Серке ойын алаң сыртында. Қайта жекпе-жек сайысы. Қос бірдей команданың үздіктерінің арасындағы текетірес. Тамаша қазір шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар, бірақ мүмкіндік беретін түрі жоқ. Себебі бұл бәсекені біз финалдық кездесу десек те артық айтқандығымыз емес. Финалдық кездесуге тұратындай жалпы әулиеата және құлагер көкпар командалары бұған дейін тек қана өткен жылы Жаңақорғанда өткен Қызылорда облысында ұйымдастырылған бәсекеде бір рет осылай 6-шы кездесуде жолыққан болатын. 3-ші айналымда, бұл жолы мінекей 2-ші айналымда 5-ші кездесуде жолығып отыр. Жастар арасында, жасөспірімдер арасында осындай тамаша сәттер кездесіп тұрады. Қазір ортада жекпе-жек сайысы, Құрманбекті көріп отырсыздар. Және оның қарсыласы қандай тартыс, мінекей. Нағыз жігіттің жігіті осындай бәсекеде намысты қолдан бермейді. Кімнің тақымы мықты болар екен? Байқасаңыздар, қазір Құрманбек Серкені айналдыра қарсыласынан жұлып алып, басқандығына біз куә болып отырмыз. Керемет, Құрманбек жұлып алып кетті. Тамаша, қазір Құрманбектің шабуылға шыққан сәті. Жеке дара жақындады. Салым. Осылайша әулиеата көкпар командасы алдыға шықты, қадірменді ағайын.
Құрманбек Тұрғанбек бүгінгі бәсекеде тағы бір мәрте салынды болды. 1997 жылы туған Жамбыл облысы Тоғыстары ауылының тумасы. Тұлпары Аю. Керемет, өте асқан шеберлік. Серкек шеңберде. Тағда мінеке шабуылға шыққандығын көріп отырсыздар. Енді осы сәтте Құлагер Көкпар командасының жігіттеріне өте жинақ ойнау керек. Шабуылды күшейтпесе, тура осы қарқыннан таймаса әулиеталықтар бүгінгі бәсекеде айқын басымдықпен жеңіске жететіндігіне біз куә болып отырмыз. Қорғаныс мықты. Бұл салымның орындалуына мүмкіндік берер ме екен? Өте жаман емес, қорғаныс күшті. Қазандыққа жақындаған сәті болатын, бірақ қорғаныс өте жоғары болды. Дегенмен де қазір әулиеталықтардың тақымында Серке осы салымның орындалуына мүмкіндік берер ме екен? Шымкенттік шабандоздар. Қорғаныс жоғары. Байқасаңыздар, аттың басын керемет қайырып, шауып шығуына еш бір мүмкіндік бермей жатыр. Қазір Серкені алмастыруға әрекет етуде. 11-ші нөмірдегі әулиеталық Бекзат Әштаев. Қандай тартыс мінеки. Бүгінгі бәсекеде тартыста бар, шабуылға шыққанда қорғанудың керемет тәсілдері де бар. Өте керемет қызықты кездесу болды. Серке қайта ойын алаң сыртына шығып кетті, ортада жекпе-жек сайыс ұйымдастырылатын болады. Қадірменді ағайын, мінеки осыменен бүгінгі кездесуде өз мәресіне жетті. Әулиета және Құлагер Көкпар командалар арасындағы бәсекеде жамбылдық жігіттер жеңіске жетті. Осылайша келесі айналымға жолдама алды. Енді әулиеталықтар финалда өз мүмкіндіктерін көрсететін болады. Жасыратын жоқ, бүгінгі бәсекеде әулиеталық Құрманбек Тұрғанбек 5 рет салынды болды. Барлығында осы Құрманбек Тұрғанбекке үлкен жауапкершілік түсті. Ал Құлагер Көкпар командасынан Әділет Маматтың ерекше өнерін біз атап өтуіміз керек. Қадірменді ағайын, келесі аптаға дейін біз сіздермен күн жақсы болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Әр күндерін жеңіске толы болсын, қадірменді ағайын.
Thank